Халқымыз еркіндік жолында талай қилы кезеңдерді басынан өткерді. Әсіресе 300 жылға созылған бостандық пен бодандық бұғауының арасындағы тайталаста көптеген қазақ ұландары әрбір ұлтарақтай жер үшін өмірлерін сарп етті. Жалын атқан жүректілік пен теңдессіз тектіліктің арқасында ұлын ұлдыққа, қызын күндікке бермеді. Соның нәтижесі көк туымыз желбіреген егеменді еліміздің бүгіні. Ал еркіндік үшін күрескен айбыны асқақ батыр бабаларымыздың рухы ғасырлар өткен сайын биіктей түсуде. Елдің тұтастығы, халқымыздың бірлігі жолында аянбай ерлік үлгісін көрсеткен сондай ержүрек бабаларымыздың бірі Табын Бөкенбай Қараұлы. Ұрпақтар аңсаған елдікке жеткен бұл күнде Бөкенбай бабамызға құрмет көрсету кешеуілдеп келді. Ештен кеш жақсы, немесе игіліктің ерте кеші жоқ дегендей, одан батыр тұлғасы биіктемесе аласармақ емес. Соңғы жылдары ол туралы нәтижелі зерттеу жұмыстары жүргізіліп, тың деректер табылды. Ал жақында ғана батырдың сүйегі жатқан Байғанин ауданы Жарқамыс ауылына жақын жерде оған арналып ескерткіш қойылды. Оның ашылу салтанатына облысымыздың әр аудандары мен көрші облыстардан және Ресей елінен де батыр ұрпақтары мен құрметті қонақтар қатысты. Алдымен сөз алған аудан әкімі Бердіхан Кемешев бұл игілікті істің ұрпақтар үшін де маңыздылығына тоқталды. Батыр бабамыздың біздің Байғанин жерінде сүйегі жатқан біз аудан халқы білетін едік те, құрметтеп, осы облыс көлемінде көп ғылыми тұрғыда дәлелдене қоймаған. Осыған мына Ақтөбедегі университет біздің жерлесіміз Кенжеғали бастаған Кенжебаев. Соның ғалымдары, соның ішінде Зәкен ағамыз, тарих білім кандидаты профессор. Бірнеше жылдан бері осы жұмыспен айналысып, осы зерттеу жұмысын жүргізген. Міне соның нәтижесінде осы ғалымдар осы бір пікірге келіп, дәлелдеп, әрекеттерді қарап, Зәкен бағасына азаматтар. Міне осы біздің Байғанин жерінде, осы төбенің басында батыр бабамыз жерленгенін анықтап беріп отыр. Енді бұл біздің Байғанин ауданы халқы үшін үлкен қуаныш. Мынау келешек ұрпақтарға патриоттық тәрбие беруде мынау үлкен кәдімгі атқаратын орын зор деп есептейміз. Биіктігі шамамен 4 метр болатын еңселі ескерткіш Жарқамыс ауылынан 13 км жердегі биік төбенің басына орнатылған. Тарихшылар мен көнекөз қариялардың айтуынша, Бөкенбай батыр сарбаздарымен бірге тап осы жерге жерленген екен. Халқының азаттығы үшін күрескен ержүрек бабалар тәуелсіз елдің мақтанышы. Сондықтан да олар қандай құрметке де лайық. Бөкенбай Қараұлы да сондай тұлға, батыр өмірін зерттеуші. Ғалым Зәкірден Байдосовтың айтуынша, оның бұл жерге жерленуінің де өзіндік мәні, сыры бар. Әрі оны табудың өзі оңайға соқпаған. Осы төбеге 1742 жылы мамыр айында Бөкенбай және оның 500-ге тарта сарбаздары жерленген. Бұл жерленудің тарихы да бізге қазіргі кезекте архивалық белгілі. Сол жылы түрікмендер 3,5 мың күшпенен осы адайлардан беретіп табынға домыздаудың үстіне келіп, осы жемге келіп, жемде азғантай күшпенен шыққан есеп Бөкенбай менен қауышып, осы жерде қырғын соғыс болып, осында Бөкенбай бастаған 500 сарбаз өзінің елі халқы үшін, жер үшін құрбан болды. Шәйіт болды. Сөйтіп ел халық жиналып, сол адамдарды алып келіп, осы төбенің басына жерлеген екен. Осы төбенің басына жерлеудің өзінің де сыры бар. Осы жерде мынау көріп атқан сай Құр Бөкенбай деп аталынады. Осыдан 20-30 километр жерде Байсары Бөкенбай деген сай бар, жемге құятын. Оның мына жағында 20 километрдей жерде Ашылы Бөкенбай дейтін жер бар. Міне осы 3 Бөкенбай сайының бойында Бөкенбайдың өзі, оның әкесі Қара батыр, оның ар жағындағы аталарының барлығы да осы Домыздау бойын қыстап, осы жерде жайлап, жайықтың бойына дейін жағалап, жаздап малын өсірген, елін қорғаған, жерін қорғаған. Бөкенбай батырдың атақ-даңқы қазаққа ғана емес, көрші халықтарға да тарады. Оның атын естігенде башқұрттар мен қалмақтар, түрікпендер мен қарақалпақтар және орыс казактар да именіп тұратын. Бүгінгі оның ескерткішінің басына жиналғандардың ішінде бар қазақтың ортақ мақтанышына айналған батырдың тікелей ұрпақтары да көп болды. Мәселен, Ресейден келген Батырхан Нұржанов батыр бабасына жасалып жатқан мұндай игілікті іске деген қуанышын жасыра алмай, көңілі босады. Қартайған уақытымда Тонамды тауып, мелімді тауып, жерімді тауып,
енді кетсем менің арманым жоқ. Шүкір сендердің арқаларыңда әкімдеріңе, қызмет еткен мынау сіздерге, зерттеушілердің бәріне де алғысымды беремін. Жақсы болыңдар, құтты болайық, аман болайық, сау болайық. Кейінгі жастарға осы біздің келіп көргендеріміз қонақ болсын. Бұл шараға Қызылорда, Маңғыстау және Орал облыстарынан да көп қонақ келді. Солардың бірі бейбіт күннің батыры атанған Ақас Аманғалиев. Мен вообще ветеран советской разведки, көп жылдар шетелде болдым. Елге 90 жыл келдім мен. Ал 90 келген ең бірінші мына Закирден ағамыз іздеп келіп, содан бері сол Бөкенбай көкеміз туралы материал көп жинадым менде. Енді мында конференция өтті, көшенің атын берді. Бүгін міне мынандай белі қойып тұр. Біз Оралда конференция өткіздік. Бірнеше облыстардан келді. Материал жиналды. Но негізінде Бөкенбай деген тек батыр емес, бұл енді қолбасшы, қазақ елінің ел болуына, қазақтың жерін қорғауға еңбек сіңген адам. Сосын бізде қазақта 3 батыр ата болған осы кісінің тұқымы. Бөкенбай, бірақ Тіленші, Жоламан, олар Россияға қарсы күрескен, архивте олар материалын дұрыс бермей, диссертация қорғайтын кісілер болған. Соған Жоламан туралы архивте бермегеннен кейін сол батыр ұясы деп кішкене басқаша айттым. Негізінде бұл енді біздің тек ру емес, қазақ халқының, қазақ елін қорғаған ұлы тарихи тұлға ғой. Көптен бері ұмытылып келген, бірақ енді қазір мінекей өзіңіз көріп отырсыз. Мына біздің тауындардың көбі негізінде осы Ақтөбеде ғой. Осылар көтеріп көп құрмет жасап жатыр. Оралдан батырдың тағы бір ұрпағы Мұратбек Ықыласұлы еліміздің көк байрағын ала келіпті. Кезінде алаш туын жықпай, биігінен түсірмеген Бөкенбай батырдың ұрпақтары ескерткіш басында болашақ ұрпаққа да егемендігіміз бен елдігімізді, қайсар жұрттың рухын түсірмеуді аманаттады. Ештен кеш жасты деген 341 жыл өтсе де, бүгін атамыздың шырағы жанған күн деп өз қарабасым есептеймін. Мыңда бір рахмет, осындай басына халқым жиналып, бар рәсімін ұлы тұлғаға жасап атқанға алғыстан ешқандай шегі жоқ. Осының бәрі бүгін жалғасын тауып, егеменді еліміз міне 20 жылдай болып қалды. 20 жылдың ішінде көп шаруалар атқарылды. Кешегі уақытта осы айтылып тұрған жылдардың арасында Қазақстан деген елді көбі білмейтін еді. Бүгін әлем біледі. Өзінің ыждағатымен, өзінің пысықтығымен, өзінің ақыл ойымен қазағымның экономикасы жақсы, саясаты жақсы, айналамыздың ешбір жерде дұшпаны жоқ, бәрімен қарым-қатынас жақсы орналасқан. Батыр бабаға арналған игілікті шараға келгендердің арасында жаста, кәріде, ғалымдар мен қарапайым ауыл тұрғындары да болды. Қазақстан Республикасы телевизия және радио қызметінің ардагері Ахат Жанаев пен 362 әулиелі Маңғыстау жерінен келген қонақтар да ұйымдастырушылар алқасына алғыстарын айтып, қуаныштарын жасырмады. Біз осы Бөкенбай батырдың ұрпағымыз. Мынау Барақ, Асау, Дәуіттің туған нағашысы боламыз. Арнайы шақырумен келдік. Бүгін үлкен бір тебіреніс, үлкен бір қуанышсыз жатырмыз, айналайын. Мынау батырдың тұғыры белгісі орнатылып жатыр. Соған алыстан ат терлетіп сыр бойынан келдік. Бұл енді қазақта жалпы батыр ортақ, қан ортақ, би ортақ.
Бұл кісі бүкіл халықтың адамы, бүкіл халықтың батыры. Қандай құрмет көрсетсек те, бұл кісілерге артық емес. Қазақта сөз бар ғой, өлі ырза болмай, тірі байымайды деген. Сол сияқты мынау Ақтөбенің халқына шын жүректен алғысымызды білдіреміз. Әкім қараларына, ел азаматтарына осыншама халықтың басын қосып, 300-дің басын қосып, үлкен ас беріп жатыр, ұлықта батырын. Біз соған қатысқанымызға өзімізге үлкен мақтаныш етеміз. Қабыл болсын, заманымыз тыныш болсын, елбасымыз аман болсын, халық өсе берсін, өркендей берсін, абыройы аса берсін, мерейі таса берсін. Көп рахмет көріп жатырмыз, мінекей атамыздың басын көрдік, елді көрдік, жерімізді көрдік. Сөйтіп қуанып жатырмыз, жүрегіміз жарылып. Алла тағала мына ел халық аман болсын, осыны біріктіріп істеп жатырған інілеріміз, ағаларымыз сау болсын, дені сау болсын, бәріңіздер аман болың, Құдайым аманшылықта осындай жақсылықта кездесе бергеніміз. Аллах. Міне Батыр бабамыз Бөгенбайдың басына келгенімізге өте қуаныштымыз. Көп ағайындармен кездестік, міне танысып жатырмыз. Осы Бөгенбай Батыр атамыздың рухы қолдап, еліміз тыныш болсын, амандық болсын, тек халқымыздың бақыт береке берсін деп тілеймін. Мен өзім Жаңаөзен қаласында мына Табын Асаубарақ атындағы қор бар, сол қордың мүшесімін. Қордың төрағасы жұмыс жағдайына байланысты келе алмады, бізге тапсырма беріп жіберді. Сол себепті біз келіп тұрмыз. Мінекей осында келіп, ағайындарымен Оралдан, Ақтөбеден, Орынбордан келген ағайындарымен, Қызылордадан келген ағайындарымен кездесіп қауышқанымызға өте қуаныштымыз. Бөгенбай атамыздың мына енді келесі астары, тойлары бәрі құтты болсын, Құдайым, тек елге береке берсін деп тілеймін. Бөкенбай Батырға қатысты ел аузынан тараған өлең жырлар да бар. Мәселен, Қарақалпақстаннан келген Мырзағали Жұмағалиев Бөкенбай Батыр жырын көпке танытып жүр. Ал бүгінгі батыр рухы асқақтаған жиында да оған арналған өлең жырдың болмауы мүмкін емес еді. Бұл енді Бөкенбай Батыр, бұны Бөгенбайға шатыстырмаң деген бір өлең бар, соны оқып жіберейін қысқаша. Бөгенбайдың ұрпақтары тарихқа көрке құрып, Бөгенбайға кигізді Бөкенбай атын көрте қылып, қияметке қиянет жасағанын сезбеген ау, Бөкенбайдың ұрпағы кетті дегендей мүлде құрып. Бөкенбайдың аты Бөгенбайға керек беді, ұрпақтарын есіне күн арқалап дедектеді, егемен мен ес жиған Бөкенбай ұрпақтары бассардар табын Бөкенбай деп мұрағатпен дерек берді. Ойланбастан артында іргел ел жатқанын, қатуланса жойқын жайпап кетер сел жатқанын, жақсылық жасаймын деп Бөгенбайға күн артып, ұрпақтары қаламай ма көрінде тек жатқанын. Бөгенбайдың батырлығы өзіне жеткілікті, Аңырақай шайқасында көрсетті тектілікті, табын Бөкенбайдың қолбасшы болған рас, және қорғағаны елші мырза тепкілікті. Сондықтан Бөкенбайды Бөгенбайға шатыстырмаң. Қай кезде де қазақты орға батыс тұрған, кіші жүзді найза беріп жауға қой деген сөзді Әбілқайыр Бөкенбай тамай есе табыстырған. Тарихтың адалдығына обал мен сауап керек. Кім бұрмалаған болса, о дүниеде жауап береді. Айналайын тарихшылар, шындыққа жүгініңдер. Жаныңыз қабір азабында ең болмаса сауап көреді дегенбіз. Батырға арналған шара одан әрі Жарқамыс ауылдық мәдениет үйінде жалғасты. Алдымен Бөкенбай Қарауылының өмірін зерттеп, халыққа танытып жүрген белгілі ғалым Зәкіреддин Байдосов даңқты қолбасшы, сарабдал саясаткер жайында кеңірек әңгімелеп берді. Тіпті Батыр қалай қайтыс болғаны да зерттеулердің нәтижесінде белгілі болған. Бөкенбай Батыр 1742 жылы мамыр айының 20-ларында өзінен әлді қайда басым түрікпендермен шайқаста жасақтарымен шейіт болған. Егер де жоғарыда келтірілген жыр шумағындағы айтылғандай 6 мүшел толтырып уапат болса, онда ол 73 жасында, немесе 1669 жылы дүниеге келген болғаны. 2004-2005 жылдардағы экспедицияларда 90-ға тақап қалған Айнағұл деген атамыз осында қатысып отыр. Міне сол кісі Бөкенбай жөнінде жақсы деректер берді. Біз Айнағұлға рахмет айтқымыз келеді. Біз бұл жайында Айнағұл қарттың өзінен сұрап білдік. Оның әкесі сауатты, бірнеше тіл білген қазыналы қарт болғанға ұқсайды. Бақытжан Қаратаев секілді ғалымдармен араласып тұрған. Оның Бөкенбай Батырдың жерленген жерін білуі де кездейсоқтық болмаса керек. Әкем қожан көрсетті маған. 86 жасында
76 жылы әдейі бұл жерден не 5-6 километр жер, соған барам деді. Неге барасың деді. Қойды жайып кезекке барамыз, сен де жүресің деді. Неге деп едім, барғасын айтсам деді. Соған жеріп екеуміз қойдың арасынан бардық. Қой анасы отқа барып, жайылып, шашарып кеткесін, қырдың үстіне тырмысып шықты. Мен таңғалдым, оған дейін хабарым жоқ. Соған үстіне шықты, бұл қолымға келіп, ұзақ оқыды. Ұзақ кәдім. Оқығанда бір түрлі дауысы қарлығып, жылайтын сияқты оқыды. Жылап отырып оқыған сияқты оқыды. Сонан мен отырдым, бір уақытта патияға не ақсыға тебіреніп, соншалық оқыдым ғой, мынау қазақтың кәдім 32 жүзді баттап білген батыр, атақты Бөкенбайдың қорымы осы жерде деді. Көкірегі шежіреге толы Айнағұл қарттың өзі де көп нәрсе білетініне көзіміз жетті. Әсіресе қазақ руларының тарихы мен жер-су атауларына қатысты да мол мағлұмат алып қалдық. Соғарлап жүргенде құрттастан көп оқыған. Сол құрттастан мына доңыздап дейтін жерде мына төрт қара, шөмекей, тілеуқабақтың құрттастары көп екен деді. Бұрынғы шежірелерден естігенім, сол жерге бірінші солдаттар, ұрулар келіп орналасқан екен. Бірақ мына түрікпендер тыным бермегесін кейін бақылаушы беріп, тексертіп, кейін қайтып, тілеуқабақ шарқарға, шөмекейлер ырғызға мына төрт қарлар қарабұтаққа орналасыпты. Ол жер бос қалған. Табындарына өрге орналасқан жері санмен оймауыт. Азайлардың кеткен жері Маңғыстау. Маңғыстау емес, Маңғышлақ екен. Қазақстан мен Ресейдің түкпір-түкпірін аралап, архивтерінде болып, Бөкенбай батыр туралы халық аузындағы әңгімелермен бірге тарихи материалдарды жинақтаған профессор Закирдин Байдосов көпшілікке беймәлім деректердің бетін ашты. Батырдың ерлігін насихаттау болашақ ұрпақ үшін де аса маңызды екеніне де тоқталды. Бөкенбай батыр 1669 жылы Жем өзеніне құятын Құр Бөкенбай сайының бойында дүниеге келген. 1742 жылы түрікпендермен шайқаста өзінің елі халқы үшін шейіт болған. Ақбұлақтың батыс беткейіндегі қыратта жерленген, оны Бөкенбай қорымы деп атайды. Мұны біздің қазіргі болашақтағы ұрпақтарымыз осылай деп білуі тиісті. Сол жерде Бөкенбай батыр мазарын салу оның ұрпақтарының, күллі қазақ қауымының борышы. Бүгін неге сәті түсіп, сол Бөкенбайдың төбесінің бақытының жанған күні, Бөкенбайдың ескерткішінің бақытының жанған күні. Міне осы кезден бастап Бөкенбайдың рухы сөйлейді. Бөкенбай батыр қазақтар үшін сол тұста аса маңызды болған ресейлік протекцияны қабылдауда үлкен тарихи рөл атқарды. Қазақтың ең танымал саясаткер билеушісінің бірі Әбілқайырды Ресей елшісі Тевкелевті бірнеше рет өлімнен құтқарып қалды. Қазақтардың көрші мемлекетпен одақтасуын қызу қолдады. Сөйтіп өзінің қаһарман қолбасшы, сарабдал саясаткер екенін дәлелдей білді. Ол заманында жалынды сөздерімен қаруластарына рух беріп, шешендігімен де әйгілі болған. Айт жарқыным, айта түс Бөкенбай деп. Сонда қайтқан сөзі. Ей жарандар, елдің құны не болар? Елін жауға жүгінсе. Бидің құны не болар? Жауға сөзін жіберсе. Қоян жүрек қорқақтық. Күлтіп адам қатындар. Ел елдігін жасап, елі жаудан қорғамаса, елдік емес пе? Дей келіп, жоңғарларға бүкіл қазақ болып көтеріліп, ата-баба қонысын қорғау үшін күресуге шақырған еді. Еліміз тәуелсіздік алғалы Тама Есет, Әйтеке би, Есет Көтібарұлы, Асау Барақ, Сәңкібай, Көтібар Бәсенұлы мен Қайдауыл батырлар, соңғы жылдары Әлия Молдағұлова, Ахмет Жұбанов, Шығанақ Берсиев, Қобыланды батырларға арналған игі шаралар халқымыздың рухани болмысына, ұлттық санасына ерекше әсер еткені анық. Бүгінгі жиынға қатысқан ғалым батырдың ұрпағы Айсұлу Ахмадиқызы да бұл игілікті істерге тек тәуелсіздіктің арқасында жеткенімізді айтады. Жем өзенінің үш айырының бойында Құр Бөкенбайдың атқандығын әкеміз Ахмадида айтып кеткен кезінде 6-шы класстан бастап жаздырып жаттап тұратын еді. Сонда біз ойлайтын едік,
мынау Байғанин ауданы қай жер, анау Шыңғырлау ауданы қай жер, бұл әкеміз бір шатасып отқан болар деген бір ой келеді. Бірақ ол кезде де кең даланың өзі ешқандай территориялық кеңістіктерге бөлінбей, біздің ата-бабамыз еркін билеген жерді кейін бөліп тастадық, ауданға бөлдік, әкімдікке бөлдік, басқа облыстарға бөлдік. Сондықтан кейбір адамдардың түсініспеуі осыдан шығар деп біз ойлаймыз. Жарқамыс ауылының маңындағы қойылған ескерткіш тас белгі, ол біздің егемендікке қойылған мәңгілік белгі деп біз ұғынуымыз керек. Осындай белгіні қоюға біздің мүмкіншілігіміз болмады. Себебі саяси кейбір ағымдар оған ешқандай рұқсат бермеді. Атамыздың атын айтылуға да ешқандай рұқсат берген жоқ. Кеумағаматтың жырын осыдан бір жыл бұрын естіп барлығымыз таң қалып, тамаша қалғанымыз бар. Сонда Жашынның айтқаны, бұл жыр запретный жыр, айтуға болмайтын жер. Біз бұны жасырынып жоқтағанбыз деген еді. Не деген сонда біздің еркіндігіміздің соншалықты іннен-інге тығып салуының себебі не екен? Сіз білесіздер, кейінгі Совет империясы, оның алдындағы Ресей империясының саясаттарын сіз жақсы білесіздер. Мұндай шаралардың ел мен жердің тарихын біліп, өшкенімізді жаңғырту үшін де маңызды екендігі белгілі. Жарқамысқа көрші облыс, аудандардан да тілегі бір меймандар келіп, қошемет білдіріп жатты. Біз іргелесіп отырып, сіздердің бүгінгідей үлкен дүбірлі қуаныштарыңа, тойларыңа, осы орталарыңа келіп, құтты болсын деуді міндет деп санадық. Қазақ құтты болсын да құдықтың басында айтуға болады деген. Бірақ елге келіп, елдің мына жерге келіп, киелі топыраққа келіп, Бөкенбайдай осы біздің азаттығымыз, осы заманымыз үшін қан төккен, жанын пида еткен бабаның дүбірлі тойына қалай біз келіп, сендерге құтты болсын айтпаймыз деп, мінекей осы мені атқасын тіреп келді. Атасы қазақ, мен қазақпын дегенге, 3 ғасыр бұрынғы аруағы, рухын өлтіруге айналған әртүрлі халықтардың, әртүрлі тілектердің есін Алла Тағала жарық қылып мені бүгінгі күні. Бүкіл әлемдегі қазақ халқының жерін сақтап, уақытша күн жаңағыдай орыспен, басқамен дос болып, ерін сақтап, елін сақтап, қазақ құрып кетпей, міне бүгін қазақ болып, егеменді ел болып, ең біріншісі себепкер болып, жаңаға көп әңгіме айтылды. Сол Алла Тағала осы айтылған атамыздың аруағы, топырағы торқайына жолдас Мұхаммед Пайғамбардың шапағатына бөлініп, осының бейнетін бермей Алла Тағала сана ойын міне қазір кейінгі жастарға беріп, Алла Тағала ендігі қалған жерде бүткіл әлемге естіліп те жатыр, тіл көзден аман болып, осы жерге тілегімізді Алла Тағала қабыл етіп беріште, бәрімізді Алла Тағала жақында кездестірейін. Осы ізденіп 3 ғасыр бұрын осындай ата-бабаларымыздың істеген іс-шараларын, егеменді еліміздің бірлігін, осындай ерекше, осындай қызметін көтеріп істеліп қалған іс-шаралар, алхамдулилля, иншалла, мынау бір өте ерекше қызмет деп есептелемін. Шараны ұйымдастырушылардың бірі облыстық жер қатынастары бөлімінің бастығы Мәлік Жекеевтің айтуынша, бұл батыр рухын асқақтатуға арналған шаралардың басы ғана. Бұл облыс әкімі Сағындықтың басшылығымен атқарылған ғасырларға тең істер деп айтсақ артық айтқан болмас. Ұлағатты бастамалар жалғасын табуда. Былтыр Ақтөбе қаласының ең үлкен көрнекті көшелерінде Бөкенбай батыр аты берілді. Мәдениет басқармасы конкурс ұйымдастырып, ең үздік деген ескерткіштің жобасы таңдалып, жақын арада осы газеттен оқисыз, көресіздер. Бөкенбай көшесінің авиақалашықтар аймағына Қазақстан Республикасының 20 жылдығына орай қойылады деп жоспарлануда. Бүгінгі жиында Бөкенбай батырға қатысты көптеген деректер айтылды. Оның жалғыз суретінің тарихы да жиналған жұртшылықты қызықтырды. Өйткені оның батырдың нағыз бейнесі екендігіне көпшіліктің күмәні болғаны да рас. 18 ғасырдың 40 жылдарында Джон Кестел дегеннің карандашпенен жазып, 19 ғасырда соны бояуменен жасаған портретті
таптым. Соны фотография етіп, рұқсат етпеген жерінен айту жалын жалпай жүріп. Соның ішіндегі жағы сүгірет бар еді осында, сол Әбілқайыр хан тұр. Әбілқайыр ханға жалғас Бөкенбай батыр тұр. Соның кейін есет, сосын Әбілқайыр ханның мынияғында кеп келіп, соның алдында Тәтейшік тұр. Бүгінгі жиынға осы суретті салған портрет жанрының шебері Есет Исмайловты арнайы келіпті. Ол өз жұмысын ғалым айтқан бейнені басшылық қалып орындағанын айтады. Тарихын жақсап қаныққаннан кейін, жобасы салынған суретке қарап отырып, ізденіспенен бірнеше ескіздер жасалынды. Ол көптеген адамдардың сараптарынан өтті. Сонан кейін бар майлы бояуменен үлкейтіліп портрет салынған болатын. Бұл 2002 жылы болатын. Ол бұл кезде Бөкенбай туралы жаңа басталып жатқан осы. Бастауында жүрген ағамыз болатын. Сонан кейін мен ойлаған жоқпын, осындай үлкен бір мерекеге айналып, сурет үлкен жұрттың қошеметіне бөленеді деп. Бірақ сол дөп басылған сурет қазір маған үлкен бір абырой әкеліп жатыр. Тәуелсіздік елімізге оңайлықпен келген жоқ. Азаттық үшін талай тұлғалар жан аямай күресті, өмірлерін құрбан қылды. Үлкен өкінішке орай азаттық жолында күрескен бірқатар жарқын тарихи тұлғалардың, халықтың аяулы ұлдарының аттары аталмай ұмытылып келді. Соның бірі бүгін біз әңгімелеп отырған Бөкенбай Қараұлы еді. Тарихшы ғалымдардың арқасында бүгінде оның бейнесі де халық алдында жарқырай түсті. Жас жеткіншектердің арасында да ержүрек ұлдарымызды үлгі тұтып жүргендер баршылық. Солардың бірі Дінмұхамед Байдосов. Мен Бөкенбай батыр жайлы іздеуді әрі қарай жалғастырамын. Ырғыздағы Бөкенбай шоқысында болдым. Байғандағы Бөкенбай төбесіне 2-ші рет келу. Мен 38-ші мектеп гимназиясындағы олимпиадаға қатысып 2-ші орын алдым. Тақырыбым Бөкенбай жайлы. Қазір 6-ші сыныпта оқимын. Бөкенбай ұру аймақ деңгейіндегі батыр емес, өз қызметімен, жеке ерлігімен жалпы ұлттық деңгейге көтерілген тұлға, әрі елді ұйыта білген дана адам. Сол себепті оны жалпы ұлттық батыр дәрежесінен ел аралық батыр дәрежесіне қоюға әбден болады. Сүйегі Байғанин жерінде жатқанымен барша ұлттың мақтанына айналды. Байғанин ауданының осы Жарқамыс ауылы елді мекенінде табын Бөкенбай батырдың белгі қойылған жері, яғни қада қағылған жерленген жөнінде мағлұматтар деректерге сүйене отырып. Сол төбенің басына барып біздер суреттер түсірген болатынбыз. Сонда тарақты табын руының мынандай таңбасы салынған тастар табылды. Осы дүниелерді суреттерге түсірдік. Және мына кешегі келген Алпысбай Мұсаевтың экспедициясы барып келді сол жерге қада қалған. Және ұрпақтары осы тағзым ету сәтіндегі түсірілген дүниелері. Жазба деректер, әртүрлі ғылыми түрде жазылған деректер, газет материалдары. Құр Ашшы Байсары Бөкенбай деп аталатын осы Бөкенбайдың жерленген төбеде жан-жағындағы жаңағы әртүрлі осындай жерлер бар. Сол жерлерді суретке түсіріп әкеліп отырмыз. Байғанин аудандық музейінде бұған дейін Бөкенбай батырға қатысты материалдар болмаған еді. Тек соңғы кездері ғана тарихи деректер жиналып, арнайы бұрыш жасақталған. Байғанин аудандық музейінде осы уақытқа дейін табын Бөкенбай батыр жөнінде газет материалдары, әртүрлі ғылыми деректер жинақталған, жазылған жазба деректер жөнінде материалдар жинақталған болатын. Бүгінгі мерекеге байланысты табын Бөкенбай батырдың батырлығын ұлықтау, насихаттау мақсатында жүргізіліп отырған үлкен мерекелік іс-шара ас беру кезінде біздің музей үйі одан ары қарай деректер жинақтау мақсатында облыстық тарихи өлкетану музейіне, сол секілді осы кісінің ұрпағы Айсұлу және Алпысбай Мұсаев сол кісілерден деректер жинақтау мақсатында біз ол кісілермен хабарласып, қолдағы бар дүниелерден әртүрлі слайд жасап және көрме ұйымдастырып отырмыз. Тәуелсіздік алған аз ғана жылдар ішінде еліміз бүкіл әлем қауымдастығы алдында өзін зайырлы мемлекет ретінде көрсете алды. Алыс және жақын шет мемлекеттермен тең дәрежеде қарым-қатынастар орнатты. Басқа елдерге де өзін лайықты таныта білді. Тәуелсіздіктің арқасында еліміз өз ішкі рухани құндылықтарын қайта зерделеп, оң солын анықтауда. Азаттық жолында аянбай тер төккен Бөкенбайдай батыр бабаларымыздың есімдері қайта жаңғыртылып, жаңарған заман тарихынан өздерінің лайықты орнын алуда. Бұл да болса, ұлт рухын одан әрі көтерері сөзсіз.